Ассалаумағалейкум. Жағдайларыңыз қалай? Машинаны көрсетіп жіберейік дегенбіз біз сізге. Бұл кісі кім болады? Папам. Папан? Естімей ма папан? Да ты чё? Кім бар енді жақта? Басқа біреу бар ма естіртетін? Жоқ, мына жерде только андай естімейтін адамдар жұмыс істейді. Мына жерде естімейтін адамдар жұмыс істейді? Енді қалай түсіндіреміз? Сіз маған беріңіз, мен папаға түсіндіріп беремін. Сен өзің түсіндіріп бересің ба? Серьезно? Онда машинаны көрсетіп жүрейік, папаны айтшы. Сөндір дейді. Бас дейді. Қызым? Сен есің кім? Аяла. Аяла? Өзің нешедесің? 8-ден. 8-десің, а? Қолың май болып жүр ғой, қолыңды көрсетші кәні. Нағыр қол бәрі май. Неше баласыңдар? 2 баламыз. Маман қайда? Мамам жұмыста. Қайда жұмыс істейді? Қол жуып жұмыс істейді. Маман екеулерін бірге сөйлеп, папана түсіндіресіңдер, иә? Жоқ, мамам да сөйлемейді мен. Маман да сөйлемей ма? Үйде сонда сен ғана сөйлейсің ба, үйде? Иә, мен түсіндірем. Қиын емес пе саған? Қиын емес. Негізі естігің келе ма, папа маман даусын? Сен арманың не? Арманым папа мен мама сөйлеу үшін. Папа мен мама сөйлеу үшін? Жаным сол мен. Алладан. Кеш. Арман орындалсын деп Алладан дұға етем. Бүттім. Жылама. Құлыншақ кішінтай ғана жүрегінен сен. Бірақ папа маманы сөйлеп кету, бір Алладан ол. Дұға етеміз, ол кісілердің дауысын шығарсын, сөйлеп кетсін деп. Бірақ бүгін біз сенің басқа бір кішінтай арманды орындауға келдік. Ол арман Қарекет қайырымдылық қорынан сіздерге бүгін баспана, жан. Сенде өз үйлерің болады енді. Жаным сол, әкең жылап жатыр әні. Бақытты болыңдар. Тақам келе қойшы. Бұл қуаныштың жасы ғой. Оңай емес. Бұндай отбасыда үйде ешкім сөйлемейді. Өзің ғана сөйлейсің, үйде бір дауыс жоқ. Жай ғана ыңылдаған дауыста. Бүгін Қарекет қайырымдылық қорының кезекті баспанасын отбасыға табыстаймыз. Құтты болсын. Рахмет деген сөз, білемін. Мамасы жұмыста екен, мамасын да қуантайық. Бізбен болыңыздар.